Кітаптар оңай. Кітаптар көпше түрде. Кітаптар оңай. The books are easy. Кітаптар оңай. The books are easy. Кітаптар оңай. Қалай болады? Кітаптар оңай. The books are easy. Ол оңай. Яғни мына бір кітап туралы енді қайтадан айтып жатырмыз. Ол оңай. Ол кітапқа қатысты. It болады, иә? It is easy. It is easy. It is easy. Олар оңай. Кітаптар, иә? Кітаптар. Олар оңай. They are easy. They are easy. They are easy. Келесі. Жаттығу қиын. Жаттығу қиын. The exercise is difficult. The exercise is difficult. Жаттығу қиын. Ол қиын. Яғни жаттығу туралы айтып жатырмыз. Ол қиын. Айтып көріңіздер. Дауыстап айтып көріңіздер. It is difficult. It is difficult. Жаттығу, келесі, осыны аударып көріңіздер. Жаттығу қиын емес. Жаттығу қиын емес. Ой, өшіп жібердім. Жаттығу қиын емес. Не бұл? Жаттығу қиын емес. The exercise is not difficult. The exercise is not difficult. Yeah? Жаттығу қиын емес. Ол, қараңыздар, осылай жазсақ, the exercise is not a difficult. Бұл қиын болады. Бұл қате. Не үшін қате? Кім айтады? Қате. Себебі бұл жерде article an тек қана сын есім келгенде, adjective келгенде қолданылмайды. Бірнеше рет айтып жатырмын бұл сіздерге қатені, себебі жиі кездеседі. Осы қатені жасамаймыз. Артиклді біз жекеше түрде келген зат есімге, санай алатын зат есімге қолданылады. Мысалы, a book, мысалы кітап. Болмаса сын есім содан кейін жаңағы айтып кеткен санай алатын жекеше түрде келген зат есім келсе, мысалы қызыл кітап, қызыл red book, a red book деп айтсақ болады. Ал тек red, тек қана сын есімге, болмаса difficult, қиын, easy, сондай сын есімдерге article жүрмейді. Осыны ескертіп қатені жасамаңыздар, білініп жүріңіздер. Келесі. Ручка арзан ба? Ручка арзан ба? Ручка арзан ба? Is the pen expensive? Ой, арзан ба? Cheap. Is the pen cheap? Is the pen cheap? Is the pen cheap? Is the pen cheap? Ол арзан ба? Ол арзан ба? Яғни, ручка туралы айтып жатырмыз. Енді ручканың орнына ол деп жатырмыз. Сонда is it cheap? Айтып көріңіздер, Is it cheap? 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 Келесі сөйлеміміз, мен жазайын бірінші.
айтам. Is it the pen cheap? Қараңыздар, бұл сөйлем сіздерге сұрақ. Is it the pen cheap? Бұл қате ма, әлде дұрыс па? Кім айтады маған? Қате ма, дұрыс па? Бұл қате. Is it the pen cheap? Бұл қате, себебі не үшін? Бұл жерде қараңыздар. Ручка деп the pen келіп тұр, және соның ұқсасы it, all келіп тұр. Мысал, қазақша аударсақ, көбінесе бұл дұрыс айтып жатады осылай. Сол үшін осы қазақшадан ағылшыншаға аударып жатады да, әдетте осындай қате келіп жатады. Не үшін? Себебі қазақшадан аударсаңыз тура осылай болады. Қараңыз. Ол ручка арзан ба? Ол ручка арзан ба деген сияқты. Бірақ ағылшын тілінде олай болмайды. Не үшін? Себебі бастауыш тек қана біреу болу керек. Мысалы, it пен the pen екеуі бір нәрсе ғой. Ручка ғой. It ол ручка, the pen ол ручка. Сол үшін ручканы тек қана бір-ақ рет айту керек. Сонда is it cheap-на үстіндегіндей болады. Болмаса, оның үстінде is the pen cheap деп айтамыз. Бірақ екеуін қосып pen мен it-ті бірге айтпаймыз. Жарай ма? Осыны біліп жүріңіздер. Өте жиі кездесетін қате. Қайда кетіп қалды? Қате дейік. Біліп жүрдіңіздер. Түсіндіңіздер ғой. Түсінбесеңіздер комментарияға жазып кетіңіздер. Мен түсінбедім осыны деп, мен содан кейін сіздерге түсіндіруге тырысамын. Is it the pen cheap? Қате. Келесі сөйлеміміз. Сағат, яғни қол сағаты қымбат па? Қол сағаты қымбат па? Айтып көріңіздер. Көрермендерім, шәкірттерім. Қол сағат қымбат па? Оны ауыстырып жіберейік. Is the қол сағаты қалай? Айтыңыздар, clock па? Жоқ. Watch. Is the watch expensive? Is the watch expensive? Is the watch expensive? Қол сағаты қымбат па? Енді ол қымбат па? Яғни қол сағат туралы айтып жатырмыз. Ол қымбат па? Айтып көріңіздер. Сонда сағаттың орнын итпен ауыстырдық. Сонда бұл ең бірінші сөйлемде is the watch expensive болса, енді ол қымбат па? Сағаттың орнына олды қойып жатырмыз. Сонда is it expensive болады, Есім ұзын ба? Есім, яғни біреудің есімі, жердің, адамның, мекеннің есімі ұзын ба деп жатырмыз, Сонда есім ұзын ба? Is the name long? Is the name long? Long деп айтпаймыз. Long. Long. Is the name long? Көрді? G мүлдем айтылмайды. Аңы болып кетеді. Сенің есімің ұзын ба? Сенің есімің ұзын ба? Is your name long? Сенің есімің ұзын ба? Is your name long? Шалбар қысқа ма? Шалбар, штаны. Штаны қалай болады? Американдық ағылшын тілінде pants дейміз, Себебі мен өзім сояқта тұрып өскен соң, менде американдық ағылшын тілі. Ал trousers десеңіз де болады, бірақ ол британдық ағылшын тілі. Сонда шалбар қысқа ма? Шолақ па? Are the pants short? Are the pants short? Мына жерге trousers деп қойын, кімдерге британдық ағылшын тілі қызық. Trousers деп жазып алыңыздар, шалбар. Pants ол американдық ағылшын тілі, trousers ол британдық ағылшын тілі. Сонда are the pants short? Шалбар қысқа ма? Сенің шашың қысқа ма? Сенің шашың қысқа ма? Is your hair short? Is your hair short? Зарядка ескі ма? Зарядка ескі ма? Is the charger old?
Is the charger old? Ол ескі ма? Яғни зарядка. Ол ескі ма? Is it old? Is it old? Is it old? Is it old? Қайталап көріңіздер. Шәкіштерім. Баскетболист. Баскетболист ұзын ба? Баскетболист ұзын ба? Баскетболист ұзын ба? Айтып көріңіздер. Is the basketball player tall? Is the basketball player tall? Yeah? Is the basketball player tall? Айтып көріңіздер. Дұрыс. Келесі. Олар ұзын ба? Енді бірнеше адамға айтып жатырмыз. Олар ұзын ба? Айтып көріңіздер. Оларға are кетеді. Are they tall? Are they tall? Are they tall? Айтып көріңіздер. Келесі сөйлеміміз. Мұғалім кішкентай ма? Бойы. Бойына қатысты. Мұғалім кішкентай ма? Is the teacher short? Is the teacher short? Келесі, ол кішкентай ма? Бойы. Ер адамға қатысты. Is he short? Is he short? Is he short? Енді қараңыздар. Мынау дұрыс па? Is he the teacher short? Бұл дұрыс па? Осы сөйлем? Жоқ. Себебі жаңа алдындағында айтқандай, he мен мұғалім бірге келмейді. He'ді қолданамыз. Is he short деп. Болмаса teacher'ды қолданамыз. Is the teacher short. Екеуі бірге келмейді. Is he the teacher short бірге келмейді. Бастауыш тек қана сын есім есімдік бола алады, болмаса зат есім болады. Pronoun, noun екеуін біреусі болады. Екеуі бір мағына беріп тұр, сол үшін екеуі болмайды. Келесі. Кітап оңай ма? Кітап оңай ма? Бір кітап. Кітап оңай ма? Is the book easy? Is the book easy? Is the book easy? Ол оңай ма? Кітапқа қатысты айтып жатырмыз қайтадан. Кітаптың орнына олды айтамыз. Қолданамыз. Ол оңай ма? Is it easy? Is it easy? Ол оңай ма? Жаттығу қиын ба? Жаттығу қиын ба? Мен тез жүріп жатырмын ба, ақырын ба? Айтып қойыңыздар, комментарияда. Біздің көрермендеріміздің пікірі мен үшін маған маңызды. Ең бастысы пайдалы болсын. Мен тез сөйлеп жатырмын ба, ақырын сөйлеп жатырмын ба, біліп жүрейін. Ол оңай ма? Ол қиын ба? Яғни жаттығу. Жаттығу қиын ба? Міне, осы сұрақ. Жаттығу қиын ба? Аударып көріңіздер. Жаттығу қиын ба? Is the exercise difficult? Is the exercise difficult? Жарай ма? Келесі сөйлеміз. Ол қиын ба? Жаттығуға қатысты. Ол қиын ба? Is it difficult? Is it difficult? Және соңғы сөйлеміміз, олар үлкен ба? Мысалы, біз алдында не туралы сөйлеп жаттық? Мысалы, ағаштар, олар үлкен ба? Ағашқа қатысты болып жатыр. Сонда олар үлкен ба? Are they big? Are they big? Сол достар, бұл біздің 16-шы сабағымыздың соны. Ұнаса, лайк, подписка, комментария және басқа достарыңызға, білетін ағылшын тілін үйренгісі келетін адамдарға жіберіңіздер. Сіздерге сәттілік. Келесі видеомызда кездескенше.